Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді қытырлақ рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді қытырлап тұрады, қарапайым ингредиенттерден тұрады. Ең алдымен 150 граммдай тоң майымызды ертіп аламыз. Содан соң ыдысымызға 1 стақандай жылы суымызды құямыз. Тоң майымызды құямыз кішкентай кеседей. 1 шай қасық тұз, 1 кішкентай кесе қантымызды саламыз. Жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Содан соң үстіне біртіндеп ұнды саламыз. Жақсылап араластырып, қатты қамыр илейтін боламыз. Бұл дәмді қытырлақтарды анам балалық шағымызда өте жиі дайындайтын. Қазіргі кезде анамнан сұрап, осы рецептпен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Егер де молырақ дайындағыларыңыз келсе, 2-3 есе ингредиенттерді ұлғайтуға болады. Қамырымызды қатты илеп болғаннан соң, осындай целлофан қаптауына салып, 15-20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Міне уақыт өткеннен соң біздің қамырымыз дайын болды. Оқтаумен жақсылап ысып аламыз. Қамырымызды кішкене кептіріп алсақ, кесуге өте ыңғайлы болады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта болуы керек. Бөліктерге бөліп алып, қытырлақтарымызды кесе бастаймыз. Күнбағыс майына осындай кішкене тоң май қосып ертіп аламыз. Қытырлақтарымызды жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Ал міне қытырлақтарымыз дайын болды. Берекелі-мерекелі дастархандарыңыздың сәні болатын сөзсіз. Егер де ұнаса, каналыма жазылып, менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздермен болған айым ас болсын.